мен шығармашылығымен тегерек танысатын боламыз. Ендеше үш топ үй жұмыстарына қандай тапсырмалар жасап берулер керек. Ал бірінші тобы Нұршайықов 1922 жылы 15 желтоқсанда шығыс қазақстан облысында дүниеге келген ол сондай-ақ та олардың махаббат қызық мол жылдар, боздақтар, ақиқат пен аңыз, мен журналистпін және тағы да басқа кітаптар бар. Ал ендеше мен сол үш кітабына тоқталып айтып кетейін. Бірінші кітабымыз ол